Құрметті әріптестер, мен мектеп жанындағы шағын орталығы бар Бесқайнар орта мектебінің информатика пәні мұғалімі Абдикаримова Назым Аскаровна. Қазіргі таңда қандай мамандыққа түссеңіз де компьютерлік сауаттылық өте қажет. Барлық мамандық компьютерлік сауаттылықты қажет етеді. Hello guys, how are you today? The theme of our lesson, while loop. Discuss the following picture, look at the picture and think about it. Адамдарды алдауы, алаяқтылық. Интернеттегі көптеген вирустардың компьютерге зиян келтіруі. Интернетке тәуелділіктің пайда болуы, адам денсаулығына зиян келтіруі. Балалардың интернет технологиялар әлеміне оңай еніп кететіні барлығымызға мәлім. Сізге төніп тұрған қауіптен қалай құтылу керек? Ол үшін қауіп түрлерінің арнайы терминдермен таныс болыңыздар. Ал енді оқушылар қазір үй тапсырмасын тексеретін боламыз. Сұрақ-жауап әдісі арқылы. Қазір мен тақтаға назар аударсаңыздар, осы дискіні айналдырған кезде қай сұрақ түседі, сол сұраққа қол көтеріп жауап беретін боламыз. Жақсы ма? Бірінші сұрақ. Қандай сұрақ түсер екен? Бірінші сұрақ. Компьютер алдында отырудың қандай ережелері бар? Илдана. Компьютер алдында отырудың қандай ережелері бар? Компьютер алдында отырудың қандай ережелері бар? Біріншісі, компьютер алдында 60-70 см алыс отыру керек. Және компьютерде отырғанда компьютерді таза ұстау керек. Жақсы, тамаша, отыра алайық. Ал енді оқушылар, бізде үшінші тапсырмамыз жеке жұмыс. Қандай тапсырма? Кестені пішімдеу тапсырмасы. Біз барлығымыз кесте құралдық, я? Жаңағы азық-түлік кестесін, сынып кестесін, сабақ кестесін құрдық. Енді сол кестемізбен біз кестемізді өңдейміз, пішімдейміз, форматтаймыз. Не істейміз? Қарпін өзгертеміз, одан кейін шрифін өзгертеміз, яшық етке бөлеміз, кестені етке бөлеміз. Осы пішімдеу тапсырмасымен жұмыс жасайсыздар. Өздеріңіздің құрған кестелеріңізбен практикалық жұмыс жасайтын боласыздар. Жақсы? Перемешивалось. Скриптер арқылы бағалаймыз. Яғни тапсырма жақсы орындалды ма, не болмаса толықтыруды қажет етеді, не үшін себебі деген сияқты. Енді жұптарымызбен орындарымызды алмастырайық. Жұмысымызды бағалаймыз, яғни мәтіндік дескрипторға қараймыз, тақтадағы, мәтіндік процессорда кесте элементтерін пішімдеуді қолданған ба, қараймыз. Қолданған ба? Жақсы. Яғни пішімдеуді бәрі қолданып шықты ма? Яшықтармен жұмыс істей алды ма? Ал қарып өлшемін қолданған ба? Қолданбаған оқушы бар ма? Кестені екіге бөлген ба? Жақсы. Ал яшықты екіге бөле алған ба? Жоқ. Бөлмеген оқушылар да бар, бізде? Жақсы. Жолдарға қолданатын амалдар.
Бірге теріп көріңіз, бірге. Жолдар массивтері, жол ұзындығы жақсы. Бөліктер жақсы. Еңбек. Тамаша шықты, я? Ең үздік есептердің бірі. Жақсы, ең үздік есептердің бірі. Тамаша. Қыздар, тамаша, керемет. Әсел, сіздер шықты ма? Тамаша. Сабақты қорытындылайық. Бізде пирамида рефлексиясы, тақтада тұр, тақтаға қарап, ең керекті мәліметті, бір мәліметті шыңына жазамыз. Есте сақтап керек бір мәліметті шыңына жазамыз. Одан кейін менің көбірек білгім келген екі мәліметті екінші жазасыздар. Үшінші мен білген үш мәліметті үшінші жазасыздар. Мен білген төрт мәліметті, мен үйренген төрт мәліметті төртіншіге жазасыздар.